Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымыз сіздің айналаңызда қандай оқиғалар болып жатыр, сіз білмейтін, сіз байқамайтын, сіздің сыртыңызда не болып жатыр, сіз білмейтін құпия нәрселерде ашылуы мүмкін бұл жерде. Өздеріңізді ойлаңыздар, есімдеріңізді атаңыздар. Егер де расклад сіздікі болғанын қаласаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Өздеріңізді ғана ойлаңыздар, көретін боламыз. Сосын таро картасын үйренгілеріңіз келсе, осылай мен сияқты ашқыларыңыз келсе, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады, таро картасын үйретемін. Енді бас тақырыбымызға көшейік. Сіздің айналаңызда жалпы сіз білмейтін қандай оқиғалар болып жатыр? Бұл жерде сізді ұнататын адам түсіп тұр. Рыцарь кубковый, сізден жасы кіші болуы мүмкін, немесе өзін жас сезінетін, көлігі бар ер азамат болуы мүмкін. Бұл жерде көбінесе эмоцияға берілгіш, бір шетінен романтик болуы да мүмкін. Сондай ер адам, яғни сізді жақсы көретіндігі көрсетіліп тұр. Сізді ұнататындығы көрсетіліп тұр бұл жерде. Ол ер адаммен сіз қарым-қатынасыңызды мүлде үзген болуларыңыз да мүмкін, өйткені бұл жерде аяқталу, башня картасы, разрушение картасы түсіп тұр. Қарым-қатынастарыңыз аяқталған болуы мүмкін. Сол адам сізді әлі де ұнататындығы көрсетіліп тұр бұл жерде. Сіз білмейтін қандай жағдайлар болып жатыр айналаңызда. Қазір қыздар нақтылап ашылайын. Бұл жерде сіздің қамыңызды ойлайтын, сізге қаржылық жағынан көмектескісі келетін, кез келген болсын, жұмыс жағынан болсын, қаржы жағынан болсын, бұл жерде сіздің жағдайыңызды жасақсы келетін ер азамат түсіп тұр. Бұл сіздің күйеуіңіз болуы мүмкін, немесе әкеңіз, ағаңыз болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі ситуацияда, яғни бұл общий расклад болғандықтан қыздар әртүрлі энергетика келіп тұр. Егер де жеке қаласаңыздар, жеке WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Солай сіздің қамыңызды ойлайтын, сізге жаңағыдай үлкен өміріңізді басқа арнаға бұратындай көмектескісі келетін адам бар. Ол ер адам сізден жасы үлкен болуы да мүмкін, немесе просто танысыңыз болуы да мүмкін, бывшийіңіз болуы мүмкін. Бұл жерде абсолютно ер адам түсіп тұр. Ер бейнесі түсіп тұр. Сіздің чтобы жағдайыңызды жасау барлығы негізі шын қамыңызды ойлап тұр. Бұл сіздің жаңағы туысыңыз болуы мүмкін. Бұл жерде бұл ер азамат мықты, властный болуы мүмкін, сізге көмектескісі келеді, және де әрекетін жасап жатуы да мүмкін, сізге көмектесуге бар жағынан да. Сіз білмейтін қандай оқиғалар. Одан кейін сізді былайша айтқан кезде қорғағысы келетін адам бар. Ол адам бұл өмірде жоқ болуы да мүмкін, өмірден өткен туысыңыз болсын, бір белгілі адам болуы мүмкін. Сол сізді жаңағыдай қалай айтсам екен, жамандықтардан қорғағысы келеді, сізге бір предупреждение сияқты бірдеңе айтқысы келеді, немесе сіз түсіңізде көру арқылы, яғни сізге бір қауіп төніп тұрғанын сезуіңіз мүмкін, яғни жайсыз түстер көруіңіз мүмкін, немесе бұрын өмірден өткен адамыңызды көруіңіз мүмкін. Бұл жерде түсініксіз түс, яғни бұл жерде сізді қорғағысы келетін күштердің бар екендігі көрсетіліп тұр. Немесе бұл жерде міндетті түрде өмірден өткен туысыңыз, бір адамыңыз болады деп айта алмаймын. Бұл сіздің ангел-хранителіңіз де болуы мүмкін, яғни сіздің өзіңіздің сақтап жүретін қорғаушыңыз да болуы мүмкін бұл жерде. Өйткені жоғарыдан келген белгі, яғни сізді алдағы уақытта бір қиындық күтіп тұруы мүмкін, және де сізді содан жаңағыдай оберегать еткісі келеді. Соны сізден жаңағы
сізге алдын ала ескертіп дайын жүрсін деген сияқты, немесе жаңағы содан шығу ситуациясы, немесе сол нашар ситуацияны болдырмау үшін бір белгі сияқты нәрселер түс көрген болуыңыз да мүмкін. Бұл жерде солай түсіп тұр. Көбінесе ер адамға қатысты болуы да мүмкін. Бұл балаңызға қатысты болуы да мүмкін, өзіңіздің туған, немесе немереңізге деген сияқты. Бұл жерде как будто жаңағыдай сізді қорғақсы келетін адам бар, немесе қорғақсы келетін күш бар болып тұр. Және көрейік, қыздар, егер де жаңағыдай белгісіз бір түстер көріп жүрген болсаңыздар, комментарияға да жаза кетіңіздер. Егер де шын мәнінде мазалап жатырған сондай түстеріңіз болса, түсті де жоримыз таро картасы арқылы. Жеке WhatsApp номеріме шықсаңыздар болады. Ары қарата көрейік. Бұл жерде сізді жаңағыдай заң мәселесі жағынан, документ, қаржы жағынан сізді алдағысы келетін адамның бар екендігі көрсетіліп тұр. Сіздің қаржыңызға қызығып тұрған болуы мүмкін, сіздің қаржыңызды алуға әрекет жасап жатырған да болуы мүмкін. Бұл жерде бір ер адамнан информация келуі де мүмкін, әйел адамнан да келуі мүмкін. Бұл жерде общий расклад болғандықтан, қыздар, кейбіреулеріңізде ер адам, кейбіреулеріңізде әйел адам солай сізді алдауға тырысуы мүмкін, немесе бұл жаңағыдай қалай айтсам екен, қазір дамыған заман, электронный варианттағы алаяқтар болуы мүмкін, және соған алданып қалмауыңыз мүмкін. Немесе сізге телефоныңызға код келді, анау мынау деген сияқты, сондай нәрселерден сақ болғаныңыз дұрыс. Иә, өте жақсылап қарағаныңыз дұрыс. Кез келген документте жаңағыдай бір жерге қол қоятын кезде, бір бизнес ашатын болсаңыз да жақсылап майда шрифтпен жазылған жаңағыдай ережелерге де мән беріп оқығаныңыз дұрыс. Барлығын жаңағыдай бүге шүгесіне шейін қарап, қол қоятын документіңізді де оқып, мысалға сіз қандай нәрсе жасайын деп жатырсыз, соның барлығын сіз жаңағыдай заңгерден болмаса жаңағыдай тәптіштеп, бәрін әдемелеп сұрап алып барып қадам жасауыңыз керек. Бұл жерде алданып қалмаңыз дегенді көрсетіп тұр бір шетінен. Иә, бұл жерде әсіресе документ жағынан, заңды нәрсе жағынан, мысалға әртүрлі ситуациялар, мысалға кейбір адвокаттарға да алданып қалмаңыздар деген сияқты. Бұл жерде заң мәселесі жағы, қандай да бір документ, официально жақ мәселесі жағынан сақ болыңыздар деген көрсетіп тұр. Қағаз толтыру, документ жағынан. Енді айналаңызда сіз білмейтін қандай оқиғалар болып жатыр. Бұл жерде сіз білмейтін оқиға, бұл жерде белгілі бір ұнататын ер адамыңыз, немесе өміріңіздегі бір ер адам жаңағыдай басқа адаммен қарым-қатынас жасап жүрген болу ықтималдығы да өте жоғары болып тұр бұл жерде. Өйткені сіз ұнатып жүрген ер адам басқа адаммен кездесіп жүруі де мүмкін, сіз оны білмеуіңіз мүмкін, байқамауыңыз мүмкін. Бұл жерде барлығын қолына алып жүре алатын, мысалға екі отбасын алып жүре алатын, екі қызбен қарым-қатынас жасап жүріп алып жүре алатын сондай ер адам болуы мүмкін айналаңызда. Сізді және басқаны да алдап жүруі мүмкін ұзақ уақыттан бері. Бұл жерде кеше бүгіндегі нәрсе деп айта алмаймын, ұзақ уақыттан бергі деп көрсетіліп тұр. Немесе қыздар, бұл общий расклад болғандықтан тағы да бір энергетика сезіліп тұр. Бұл жерде сіздің сүйікті адамыңызды магия арқылы өзіне қарата алған болуы мүмкін. Өйткені бұл жерде мына жерде карталарда королева жезловый және верховная жрица картасы түсіп тұр. Яғни бұл магия жасайтын әйел адамның бейнесі, бір шетінен жаңағыдай мықты соперницаны көрсететін карта. Яғни сіздің адамыңызды ұзақ уақыттан бері жаңағыдай өзіне қаратып алған болуы мүмкін. Магия арқылы әсіресе көрсетіліп тұр негізінен, немесе магия арқылы болмаса да кейбіреулеріңізде ол общий расклад болғандықтан жаңағы өзінің қылығымен, өзінің әрекетімен, мүмкін өзінің жаңа қаржысының көптігі жағынан әйтеуір жігітті өзіне қаратып алғандығы көрсетіліп тұр. Сіз оны білмеуіңіз мүмкін. Бұл жерде айтып отырмын ғой, құпия тағы бір адамы болуы мүмкін сіздің жұбыңыздың. Тағы сіз білмейтін
айналаңызда не болып жатыр? Сіз қазір белгілі бір жол жүруге байланысты уайымдап жатырған болуыңыз мүмкін, болашағыңызға уайымдап жатқан болуыңыз да мүмкін, қашан тұрмысқа шығамын деген сияқты, немесе жеке өзіңізді мазалайтын жеке өзіңізге байланысты уайымдарыңыз болуы мүмкін. Бұл жерде балалы бола аламын ба, немесе тұрмысқа шыға аламын ба деген сияқты жеке өзіңіздің керектігіңізді уайымдау көрсетіліп тұр. Бұл жерде не себепті карталар олай көрсетіп жүрген, көрейік. Өйткені яғни сіздерде алдағы уақытта екі жол көрсетіліп тұр. Қай жолмен жүретіндіктеріңіз өздеріңізге байланысты. Егер де әрекет жасап, бір қадамдар жасап, өздеріңізге чистка жасатсаңыздар да, немесе духовно жағынан тазарту жасатсаңыздар да, немесе медицина жағынан барып емделсеңіздер де, әйтеуір бір әрекет жасауларыңыз керек. Денсаулығыңызда мәселе болса, денсаулығыңызды емдеуіңіз керек, қарауыңыз керек денсаулығыңызға. Ал егер де денсаулығыңыз вроде нормальный, но эмоциялық көңіл күйіңіз дұрыс емес, өзіңізді жайсыз сезіну, үнемі бас ауруы, көбінесе уайымдаудан көп арыла алмау, өзіңізді нашар сезіну, как будто жолыңыз болмай жүрген секілді болып, өзіңізді бір көңіліңіз тоқ болмаса, онда духовно жағынан тексеріп көру керек. Ол үшін маған жеке WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Жалпы мазалаған сұрақтарыңызды көретін боламыз. Бұл жерде айтып отырмын ғой, екі жол көрсетіліп тұр. Не медицинаға барып, немесе духовно жағынан тазарту жасатып, ритуалдар жасатып, мысалға әркімде әртүрлі методика. Әрекет жасасаңыз, ойлағаныңыз болуы мүмкін. Тұрмысқа шығып кетуіңіз мүмкін, балалы болуыңыз мүмкін, немесе жолыңыз болып, көлік алуыңыз мүмкін, үй алуыңыз мүмкін, яғни жеке өзіңізді қамтамасыз ететін бір нәрсені мазалап тұрғандығыңыз көрсетіліп тұр бұл жерде карталарда. Немесе тағдырдың жазуына көреміз деп қол қусырып отыра беретін болсаңыздар, онда сіздерде нәтиже болмауы мүмкін. Өйткені паш пентакли бұл бір жаңа бастамасаңыз, сол күйі осылай ойланған күйі не істеріңізді білмей қалуыңыз мүмкін. Яғни патлуны, яғни айдың астында түсініксіздік, белгісіздік болып, солай қалуларыңыз мүмкін. Қыздар ары қарата көп түсіре бергім келеді, но уақыттың шектеуіне байланысты раскладымды осымен аяқтаймын. Егер де мен сияқты таро картасын ашқыларыңыз келсе, үйренулеріңізге болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.